Барлықтарыңызға сәлем. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Мен сіздерге бүгін хрустящий баклажан салатын жасалу жолын мен көрсететін боламын. Ол үшін бізге тұзды суға осылай баклажанымызды турап алып, 15-20 минутқа салып қоямыз. Және оны сүзіп алып, судан оны кептіріп, сосын осындай кукурузный крахмал немесе картофельный крахмалға әдемі қылып аунатып, барлық жеріне тигізіп, аунатып алатын боламыз. Және қызып тұрған майымызда қып-қызыл болып, хрустящий болып болғанша қуыратын боламыз. Неге? Қазір менің баклажаным қуырылып жатыр. Дәл осылай қуырып, қып-қызыл күтірлеп тұрады, кәдімгідей қытырлап. Дәл осылай қуырып алатын боламыз. Сөйтіп оны осындай өзімізге рукола, мен мына жерде шөптерден рукола жапырағын және салат жапырағын қостым, және кинза жапырағын қостым, және де осындай аройдың кисло-сладкий осындай соусы бар, кез келген супермаркеттен таба аласыздар. Осындай соусты құйып үстіне, және бізде помидор керек болады. Помидор болғанда шири помидоры болғаны абзалырақ. Мен просто ол помидор жоқ болғасын, менде осындай жай помидор сала салдым. Өзім үйде жейтін болғандықтан. Сіздер шири тауып салғандарыңыз жақсы. Осылай төртеуін араластырасыздар. Осылай сөйтіп үстіне творожный сыр қойып, осылай сәндеп, әрлеп, әдемі қылып столға отбасыларыңа ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Бұл деген ыстық салатқа жататын болғандықтан, баклажаны тезірек ылжырап кетеді, езіліп. Сондықтан да тезірек жеп тастағандарыңыз абзалырақ болады. Өте дәмді. Ресторандарда өзіміз сүйсініп жейтін, заказ беретін салатымыз үйде осылай үй жағдайында жасап жесеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Көріскенше.